Сәлем оқушылар, алдыңғы сабақта біз атмосфераның құрылысымен таныстық. Енді бүгін атмосфераны құрап тұрған негізгі затпен танысамыз, яғни ол бізде ауа. Ауа деген нәрсені барлығымыз білеміз, бұл бүкіл атмосфераны толтырып тұрған негізгі зат. Бірақ ауа бұл бізде бір текті газ емес, яғни тек қана бір ғана газдан тұрмайды, ол көптеген газдардың қосындысы. Алғаш рет ауаның қандай газдардан тұратынын, яғни химиялық құрамын 1774 жылы Лавуазье деген француз ғалым анықтады. Тропосферада, жалпы атмосферада ауа тек қана газ күйінде ғана кездеспейді, сонымен қатар ол қатты сұйық күйде кездесуі де мүмкін. Оларды бізде аэрозолдар деп атайды. Бұл да бізде тестте келеді. Оны біліп жүруіміз керек. Енді келесі. Ауаның химиялық құрамы, бұны сіздер баяғы дүниетану деген сабақтардан да бірнеше рет естігенсіздер. Негізінен ауаның химиялық құрамы басым мөлшерде екі газдан тұрады, ол бізде азот пен оттегі. Азоттың үлесі 78%, оттегінің үлесі 21%. Қалған 1%-ын әртүрлі газдардың қосындысы құрайды. Инертті газдар және көмірқышқыл газы деген сияқты. Бұл газдардың әр қайсының тіршілікте өзінің басты атқаратын рөлі бар. Қандай маңызды атқаратын рөлі бар екені мына жерде жазылған. Бұларды конспект қылып жазып жаттауларыңыз керек. Енді кеттік. Химиялық құрамымен танысып болдық. Енді естеріңізде болса, литосфера деген қабықты өткен кезде мен сіздерге бір нәрсе айтқан едім. Әрбір қабықтың өзінің басты бір заңдылығы болады. Литосфера қабығында басты заңдылық ол тақталардың қозғалуы еді. Ал атмосфера қабығының басты заңдылығы бұл ауаның физикалық қасиеттерінің өзгеруі. Ауаның физикалық қасиеттері дегеніміз не? Ол ауаның температурасы, қысымы, ылғалдылығы, тығыздығы, жылу өткізгіштігі деген секілді өте көптеген физикалық қасиеттер бар. Бірақ қуанышқа орай географияда біз оның барлығын талқыламаймыз. Біз географияда оның ішіндегі үшеуімен ғана танысамыз. Өйткені география үшін, осы жер бетіндегі құбылыстар үшін осы үш қасиетінің өзгеруі өте маңызды. Ол бізде температурасы, қысымы және ылғалдылығы. Осы үш физикалық қасиеттердің өзгеруінің әсерінен бүкіл атмосферада орын алатын құбылыстар пайда болады. Жел пайда болады, бұлт түзіледі, тұман түзіледі, жаңбыр жауады, қар жауады деген сияқты. Сол үшін осы физикалық қасиеттердің өзгеруі бүкіл атмосфераның басты негізгі заңдылығы. Енді бірінші физикалық қасиетпен танысайық, ол бізде әрине атмосфералық қысым. Ауаның қысымы. Ауаның қысымы дегеніміз не? Ауаның қысымы дегеніміз бұл ауаның жер бетіне түсіретін салмағы. Кез келген жағдайда біз жер бетінде жүрген кезде біздің үстімізде белгілі бір мөлшерде ауа бізге салмақ түсіріп тұр. Осыны ауаның қысымы деп атаймыз. Қалыпты жағдайда жер бетінің әрбір шаршы сантиметріне ауа 1 килограмм 33 грамм салмақ түсіреді. Біз оны бірақ күнделікті жүрген кезде сезбейміз, байқамаймыз ауаның ондай салмақ түсіріп тұрғанын. Өйткені біздің организм оған уже үйреніп қалған, қаншама миллиондаған жылдардан бері. Ауаның қысымын жалпы бұл өте өзгеріп тұратын құбылыс, өзгеріп тұратын физикалық қасиет. Оны өлшейтін құрал барометр деп аталады. Барометрдің түрлері бар. Сынапты барометр, анероид барометрі. Және ауаның тәулік ішіндегі, ай ішіндегі өзгерістерін үнемі өлшеп және тіркеп отыратын құрылғыны барограф деп атайды. Енді ауаның қысымы қалай өзгереді? Жалпы қалыпты жағдайда жер бетінде теңіз деңгейі бұл жер бетіндегі абсолюттік биіктік өлшенетін жер, яғни 0 метр деп алсақ болады. Қалыпты жағдайда сол теңіз деңгейінде атмосфералық қысым 760 мм сынап бағанасына тең, немесе 1013 миллибарға тең. Екінші өлшем бірлігі. Екеуі бір. Көбінесе бірақ қысымды өлшеген кезде сынап бағанасының деңгейі қолданылады, 760 мм. Және осы теңіз деңгейінен бастап әрбір 10 метр жоғары көтерілген сайын атмосфералық қысым 1 миллиметрге төмендейді. Неге? Өйткені бұны түсіну өте оңай, логикалық түрде мысалға былай. Мынау жер беті деп есептесек, жер бетінде мысалға мына жерде бір адам тұр. Ауа қабаты мына жерге дейін бар шамамен. Демек, жердің бетінде адамның үстін белгілі бір мөлшерде ауа қазір салмақ түсіріп тұрған. Мына жерде. Ауаның белгілі бір мөлшері бар. Егер жер бетінен шамалынандай биіктікте бір тау болса, немесе қыр болса, осының үстінде бір адам тұрса, бұның үстіне түсіп тұрған ауаның салмағымен мына жердің бетіндегі адамның үстіне түсіп тұрған салмақ бірдей емес. Өйткені біз жоғары көтерілген сайын біздің үстіміздегі ауаның мөлшері де азая береді. Сәйкесінше оның бізге түсіретін салмағы да азаяды. Міне қысымның өзгеруі осыған байланысты.
Қысымның өзгеруі бірақ тек қана биіктікке ғана байланысты емес, басқа да көптеген факторлар әсер етеді. Олармен біз алдағы сабақтарда бөлек танысамыз. Енді мына сөйлемді біз жатқа білуіміз керек, өйткені ұбт-да бізде қысымның өзгеруіне байланысты есептер келеді. Ал қысымның өзгеруіне байланысты келетін есептердің барлығы осы бір сөйлемнің көмегімен шығарылады. Қазір солардың бір екеуін шығарып көрейік, есептерді шығарып үйренейік. Мысалға бізде бірінші есеп. Тау шыңында атмосфералық қысым 560 мм сынап бағанасына тең болса, тау шыңының абсолюттік биіктігін анықта. Абсолюттік биіктік, естеріңізде болса, бұл бізде теңіз деңгейінен бастап есептелінген биіктік. Мысалға суретті салайық. Мынау бізде тау болса егер, мынау бізде 0 метр теңіз деңгейі, мынау су. Осы теңіз деңгейінде қысым, қалыпты жағдайда атмосфералық қысым бұл 760 мм. Бұл тұрақты шама, бұл өзгермейді. Бұны жатқа білуіміз керек. Ал бізге берілген таудың шыңында, мына жерде қысым 560 мм сынап бағанасына тең екен. Демек, теңіз деңгейінен тау шыңына жеткенге дейін қысым бізде 200 мм-ге азайған. Яғни 760 мм-ден жазып қояйық. 560 мм-ге дейін азаю үшін қысым 200 мм-ге төмендеу керек. Ал қысым 200 мм-ге төмендеу үшін біз 2000 метр жоғары көтерілуіміз керек. Неге? Себебі әрбір қысымның 1 мм азаюы үшін біз 10 метрден көтерілуіміз керек. Мына алдында көрсеткен сөйлем бойынша. Демек, 200 мм қысым азаю үшін жоғарыға қарай 2000 метр көтерілуіміз керек. Демек, мына таудың абсолюттік биіктігі, теңіз деңгейінен бастап есептелінген биіктігі 2000 метрді құрайды. Міне, өте оңай есеп. Бар болғаны мына сөйлемді ғана қолдандық. Ешқандай бір арнайы формула керек жоқ. Мынаны жатқа білулеріңіз керек. Әрбір 10 метр жоғары көтерілген сайын қысым мөлшері 1 мм-ге азаяды. Келесі тағы бір есеп шығарып көрейік. Жер бетінде атмосфералық қысым 680 мм сынап бағанасына тең болса, 1200 метр биіктіктегі қысымды анықта дейді. Бұның да суретін салайық. Мысалға, мынау жер беті, қысым мөлшері 680 мм сынап бағанасына тең. Мысалға, мына жерде бір тау бар, қайтадан тау салайық. Бұның биіктігі 1200 метр екен. Осы таудың шыңында қысымның қанша екенін табу керек. 1200 метр жоғары көтерілген кезде қысым мөлшері 120 мм-ге азаяды. Неге? Өйткені әрбір 10 метр сайын 1 мм-ден азайып отырады. Сол үшін біз 1200 метрді 10-ға бөлеміз. Сол кезде қысымның қаншаға азаятыны шығады. 120 мм-ге азаяды екен. Егер жер бетінде қысым 680 мм болып тұрса, ол азаятын болса 120 мм-ге, демек тау шыңында бізде 560 мм сынап бағанасына тең болады қысым. Осылай қарапайым жолмен шығарылады. Ешқандай қиын есеп емес. Тек қана сол бір сөйлемді қайта-қайта қолдана береміз. Келесі тағы да бір есеп. Таудың салыстырмалы биіктігі 3200 метр дейді. Салыстырмалы биіктікті еске түсірейік. Бұл деген таудың етегінен шыңына дейінгі биіктік. Яғни теңіз деңгейінен бастап есептелінбеген. Етегінен шыңына дейін. Мысалға, мынау жер беті, мына жерде бір тау бар деп есептейік. Мына осы етегі мен шыңының арасы 3200 метр. Тау шыңында қысым 400 мм-ге тең болса, тау етегінде қысым қанша дейді. Бұл үшін біз не істейміз? 3200 метр астыға қарай түсуіміз керек. Таудың шыңынан етегіне қарай. 3200 метр төмен қарай түскен кезде қысым мөлшері артады 320 мм-ге. Өйткені әрбір 10 метр сайын 1 мм-ден өзгереді. Қайттан қолданып жатырмыз, басқа ештеңе қолданып жатқан жоқпыз. Енді қараңыздар, ситуация бізде кішкене басқаша. Алдыңғы есептерде біз жоғарыға қарай көтеріліп жатқан едік. Ол кезде қысым азаятын еді. Ал бұл ситуацияда бізде таудың шыңындағы қысым берген, таудың етегіндегін табу керек. Демек, біз астыға қарай түсеміз. Ал астыға қарай түскен кезде қысым мөлшері артады. Тау шыңында 400 мм еді. Ол артады екен, демек қосамыз. 320 мм-ге артады екен. Сонда бізде таудың етегінде қысым 720 мм сынап бағанасына тең. Екі нәрсені шатастырмаңыздар, есептің берілген оққан кезде. Жоғарыға қарай көтерілсек қысым азаяды, ал төменге қарай түссек қысым артады.
міне ешқандай қиындығы жоқ. Енді бізде практикалық бөлім. Ручка парақтарыңызды алып тест сұрақтарын белгілеңіздер. Екінші сұрақ, үшінші сұрақ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен сәйкестендіріп, қанша балл жинағандарыңызды видеоның астына комментке жазып қойыңыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.